Күлкі бізге қалай келді? Бұл баяғыда өте ерте заманда болған. Ол кездерде адамдар күлуді білмейтін уақыт еді. Мұндай кез болған. Олар қайғылы және көңілсіз өмір сүрді. Олар үшін әлем қара түнек болды. Олар күннің жарығы мен ұлылығын байқамады, жұлдызды аспанға тамсанбады, махаббат бақытын білмеді. Осы ежелгі дәуірде аспандағы бір мейірімді періште жерге түсуге, яғни туылып жердегі өмірді сезінуге шешім қабылдады. Бірақ мен адамдарға немен келемін деп көп ойланды. Ол сыйлықсыз адамдарға келгісі келмеді. Сөйтіп ол әкесінен көмек сұрады. Адамдарға мынаны сыйға бер, деді әкесі, және оған кішкене ұшқын сәулесін берді. Ол кемпір қосақтың түсіндей әртүрлі түстерімен жарқырады. Бұл не? Деп таңғалды мейірімді періште. Бұл күлкі, деп жауап берді әкесі. Бұны өзіңнің жүрегіңе сал, және оны адамдарға сыйлық ретінде жеткіз. Ал ол оларға не береді, деп сұрады мейірімді періште. Ол оларды ерекше өмір энергиясымен толтырады. Егер адамдар оны меңгерсе, олар рухтың жетістіктерін растайтын жолды табады. Мейірімді періште таңғажайып ұшқынды өзінің жүрегіне салды. Адамдар бір-бірі үшін туғанын түсінеді, махаббатты өзінен ашады, сұлулықты бекітеді. Тек олар күлкі энергиясына абай болуы керек. Өйткені дәл осы сәтте мейірімді періште көктен жерге түсті. Яғни ол әкесінің соңғы сөзін аяғына дейін тыңдай алмай дүниеге келді. Жаңа туған нәресте жылап жатты, бірақ ол қараңғы үңгірден өзіне аң-таң болып қарап тұрған адамдардың күңгірт және әрең көрінетін жүздерінен қорыққандықтан емес, адамдардың неге күлуден сақ болу керек екенін тыңдап үлгермегеніне ренжіп жылады. Ол не істерін білмеді. Адамдарға ол үшін әкелген күлкіні сыйға беру немесе олардан жасыру керек пе? Ол шешім қабылдады. Ол жүрегінен ұшқын сәулесін алып, оны аузының бұрышына отырғызды. Міне сендерге сыйлық, адамдар, алыңыздар. Ол оларға ойша хабар берді. Әп сәтте үңгірді сиқырлы жарық жарықтандырды. Бұл оның алғашқы күлкісі еді. Ал күңіренген адамдар күлкіні бірінші рет көрді. Олар қорқып көздерін жұмды. Тек мұңайған ана ерекше құбылыстан көзін ала алмай, жүрегі елжіреді. Бұл сүйкімділік оның жүзінен көрініп тұрды. Ол өте жақсы болып қалды. Адамдар көздерін ашты. Көздері күлімдеген әйелге қадалды. Содан кейін сәби бәріне қарап қайта-қайта күлді. Адамдар қатты сәулеге төтеп бере алмай, біресе көздерін жұмды, біресе ашты. Ақырында олар да үйренді, және олар да нәрестеге еліктеуге тырысты. Әркімнің өз жүрегінде ерекше сезімнен бәріне жақсы болды. Күлкі олардың жүздеріндегі мұңдылықты сүртті. Олардың көздері сүйіспеншілікпен жарқырап, осы сәттен бастап олар үшін бүкіл әлем түрлі түсті болды. Гүлдер, күн, жұлдыздар олардың бойындағы сұлулықты, таңдану сезімін оятты. Жердегі сәбидің денесінде өмір сүрген мейірімді періште адамдарға өзінің ерекше сыйының атын ойша жеткізді. Бірақ оған олар күлкі деген сөзді өздері ойлап тапқандай көрінді. Сәби адамдарға осындай ғажайып сыйлық әкелгеніне қуанды. Бірақ кейде мұңайып жылайтын, анасына қарны ашқандай көрінетін, және ол емізуге асығатын. Ол әкесінің сөзін аяғына дейін тыңдап үлгере алмағаны, және адамдарға күлкі энергиясымен қаншалықты сақ болу керектігі туралы ескертуді жеткізе алмағаны үшін жылады. Осылайша адамдарға күлкі келді. Ол бізге де қазіргі дәуірдің адамдарына да жетті. Ал біз бұл энергияны болашақ ұрпаққа қалдыруымыз керек. Бірақ күлкі энергиясына қалай қарау керек деген білім бізге келді ме? Күлкі күш әкеледі. Бірақ бұл күшті жамандыққа емес, тек жақсылыққа қалай пайдалануға болады? Мүмкін біз осы энергияның қандай да бір заңын бұзып жатқан шығармыз. Өтірік күлеміз, делік, немқұрайлы күлеміз, мысқылдап күлеміз, арам күлеміз. Сондықтан өзімізге де өзгеге де зиян келтіреміз. Біз бұл жұмбақтың шешуін дереу шешуіміз керек. Әйтпесе күлкі энергиясы туралы толық хабарды алып, мейірімді періштеміз көктен түскенше күтуіміз керек. Кішкентай балалардың күлкілері әлемдегі ең керемет күлкі. Себебі бұл күлкі шынымен қуанышты, бақытты білдіреді.